Сәлеметсіздер ме балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Энергияның айналу және сақталу заңына есептер шығарамыз. Бүгін арнайы дайындалған есептер шығарамыз. Осының алдағы шығарған есептеріміз ол оқулықтан шығарғанбыз, балалар. Енді файлдан таңдап алған, файлға түсірген есептерден шығарып көрейік, балалар. Бірінші шығаратын есебіміз біздің былай, балалар. Ол 15-ші файлдың бірінші есебі. 15-ші файл деп отырған ол менің өзімнің қойған атым. Ол әрбір жерден жинақтап алған есептер. 15-ші файлдың бірінші есебі. Есептер әрінде сондай бір оп-оңай есептер болмайды, ентенің есептері ұқсаған. Кейбір балалар айтады да, мысалы, біз неге осындай есептер шығарамыз деп. Енді өте бір оп-оңай есептер шығарып еді, зачем для галочки что ли? Нет, балалар, адамға логика қалыптасу керек, нәрсенің мән-жайын түсіну керек. Бұларды нормальный түсінбесең, ертең ентенің есебіне қазақ айтады ғой, көзіңді жұмып қойып шығарасың. Сол кезде рахмет айтасың. Так, бірінші есеп мәтінін оқиық, балалар. 75 метр биіктіктен тік төмен қарай дейді. 10 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған дене жерге соғылар кезде 1,6 килоджоуль кинетикалық энергияға ие болады. Жерге соғылар кезде жылдамдығын және массасын тап. Ауаның кедергісі ескерілмейді дейді. Так, бұнда сонда былай болып тұр, балалар міне. H деген биіктігін 75 метр. H деген биіктігін 75 метр. Алғашқы жылдамдығымыз B0. Қазір оны бар қайтадан түсіндірем. B0 10 метр секунд. Сосын кейін кинетикалық энергиясы 2. Ол жаңағы 1,6 килоджоулға тең дейді. Килоджоулға тең болса деп тұр бізде максимал жылдамдығын тағу керек. И дененің массасын табу керек. Максимал жылдамдығын табу керек және дененің массасын табу керек. Бұлай болған мен алғашында бұл жерде дене қандайда бір H деген биіктіктен де бұрынғы есептерде біз оны просто қойы бере салатығымыз дене еркін құлайды. Бұл жерде олай емес екен. H деген биіктіктен B0 деген жылдамдықпен лақтырған төмен қарай. Мынау жаңағы H деген биіктік төмен қарай B0 деген жылдамдықпен лақтырған төмен қарай лақтырып кеп қалған да. Бұл кездегі оның толық энергиясы мен жердегі потенциалдық пен кинетикалық энергияның қосындысына тең болады деген сөз. Сосын кейін дейді, лақтырылған дене жерге соғылар кезде дейді. Жерге соғылар кезде деп отырғаны ол қай кез? Мынау ғой міне. Жерге соғылды ғой. Осы кездегі оның бұл жаңағы Vm деген жылдамдығы бар ғой. Осы жылдамдықтан ол кинетикалық энергия алып тұр ғой жаңағы. Сонда Е кинетикалық энергия дегенің осы жердегі кинетикалық энергиясы. Сонда ол оны 1,6 килоджоулға тең болып тұр. Олай болатын болса, бізге нені тап дейді балалар. Дененің жылдамдығын осы нүктедегі мына Vm жылдамдық тау керек, и дененің массасын тау керек. Олай болатын болса, давайте мынаны бірінші жағдай деп қояйық, мынаны екінші жағдай. Ауаның кедергісі ескерілмейді десе, Е толық 1 мен Е толық 2 екеуі тең болады ғой. Е толық 1 тең болады, Е толық 2-ге тең болады. Е толық 1-ге немеге тең? Ол мына жердегі кинетикалық пен потенциалдық энергияның қосындысына тең болады. Ол mB0-дің квадраты бөлінген 2. Кинетикалық энергиясы mgh ол жаңағы потенциалдық энергиясы. Ал енді міне жерге келіп түскендегі оның энергиясы тек қана кинетикалықтан тұрады, потенциалдық энергия тең. Ол жаңағы mb2-ның квадраты m бұл максимал жылдамдық болады, бұл кезде 2-ге тең болады. Осылай тау керек. Осылай бұл жерде жылдамдық тау керек және массаны тау керек. Но енді қалай табамыз? Давайте былай тауып көрейік.
Жаңағы бұл кездегі біздің толық энергиямыз бар ғой, біздің. Толық энергиямыз бар да. Осы жерден оның жаңағы есептейік толық энергиясын. Вот мынау бойынша есептесек да, М дегенді біз білмейміз. B0 дегеніміз 10 ол да. 10-ның квадраты 100 болады, бөлеміз 2-ке. Қосамыз. Мына жерде М дегеніміз білмейміз. Ж дегеніміз 10 болады. H дегенде біз білеміз, ол 75-ке теңді. Бұл ол толық энергия, толық энергиямыз біздің жаңа нешеге тең еді? 1,6 дегеніміз ол 1600 болады. 1600 жол болады. Мынаны есептесек, мынау 50 М болады. Мынау 750 М болады. То есть мына жерде 800 М тең болады 1600. 1600, осыдан М тең 2 килограмм шығады. Вот дененің массасын біз уже таптық 2 килограмм екен да. 2 килограмм екен таптық. Енді жылдамдық тау керек, балдар. Жылдамдықтың тау үшін қайтып табамыз. Жылдамдықтың жерін таба салу керек қой. Мына жерде біз толық энергияны есептегенде неше шықты жаңаға? 800 М шыққан, 800 М шыққан. Оны біте сағымыз. 800 М тең болады. Мынаған теңестіреміз ғой. Мынау М дегеніміз жаңағы 2 болды да. Ба М-нің квадраты бөлеміз 2-ке де. Мынау да 2 ғой жаңағы. М солай қоя салу керек екен ғой. Мынау жерге де 2-ні қоя салайықшы бүйтіп. Мына жерге де 2-ні қоямыз да. 2 мен 2 кетеді. Мына жерде 1600 болады. Сонда М дегеніміз М-нің квадраты тең 1600 болады. 1600 олай болса М тең 40 метр секунд болады екен. Вот осылай қарай шығаруға болады. Бұл есеп сондай қиын емес, балалар. Но келесі есебіміз балалар біздің ол 15 файлдың екінші есебі. 15 файлдың екінші есебі бұл кіте күрделілеу есепті. Қазір көреміз. Бүйтеді, массасы 300 грамм тас. М тең 300 грамм. Массасы 300 грамм тас. Башниядан горизонтал бағытта белгілі бір жылдамдықпен лақтырылды дейді. 1 секунд уақыт өткенде тастың жылдамдығы горизонтпен 30 градус бұрыш жасады дейді. Та дегеніміз 1 секунд уақыт өткенде ол альфа деген бұрыш қазір суретінде көрсетем 30 градус жасады дейді. Осы кездегі тастың кинетикалық энергиясын тап дейді. Осы кезде кинетикалық энергиясын кинетикалық энергия 1 деп қояйық. Осыны табу керек. Кинетикалық энергия 1 да. Қалай табамыз? Вот суретінде сызайық міне. Башняде сол жерден қандайда бір H деген биіктікте тұрдыңыз. Вот не былай қарай лақтырған ғой бір. Тас мына жерде V0 деген жылдамдықпен лақтырған. Сосын ол қайтып түседі. Тармағы төмен қараған параболасы. Сосын 1 секунд деген уақыт өткенде, мысалы ол мына жерге келген. Но біз кинематиканың есептерін шығарғанда да айтып жүрдік қой балалар. Горизонтал бағытта күш әсер етпесе, то есть ауаның кедергісі өте аз болатын болса, V0 дегеніміз бізде өзгермейді ол. Әрбір жерде де ол V0 болып тұра береді. Өзгереді, бізде жылдамдықтың тек қана вертикал құраушысы өзгереді. Мына жерде ол мысалы Y0 дегенің бізде 0-ға тең. Ал мына жерде ол төмен қарай үдемелі болып отырып, мына жерде ол қандайда бір Y1 деген мәнге келеді. Осы екеуінің векторлық қосындысы, мысалы векторлық қосындысы. Вот міне жаңағы Y2 деген жылдамдық осы. Горизонттан альфа 1 бұрыш жасайды деп отырған. Вот ана бұрышты айтып тұр. Көрдің бе? Так, енді не істейміз балалар? Енді біз табамыз, видимо, жаңағы V0Y тау керек, да? V0Y. То есть Y1-ді тау керек. То есть мына 1 секунд уақыт өткендегі жылдамдықтың Y өсіндегі құраушысын тау керек.
Оны қалай табамыз? Вот төмен қарай жүргенде ол үдемелі болады ғой. В y дегенің y1 ол тең болады v0 y плюс g t ғой. T1 деп қояйыншы мен жер. T1. V0 y деген бастапқыда тек қана горизонтал бағытта алғашқы жылдамдығы болды. Вертикал бағытта жылдамдығы жоқ. Значит, мынау 0-ге тең болады. Осыдан g t1 болды. Я g дегеніміз 10-ға тең, t1-ің 1-ге тең, значит, ол 10 метр секунд болды. Вот мына жерде мынау құраушысы 10 метр секунд болады. Енді v2-ні қалай табуға болады? Бұлай табуға болады ғой міне. Мынау қарсы жатқан екеуі тең, значит, қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Қарсы жатқан катетіміз бізде v1 ғой, v1-дің гипотенузаға қатынасы, v2 қатынасы бізде синус альфа 1 болады, солай ма? Қарсы жатқан катеттің, қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы сол сүйір бұрыштың синусына тең болады. Осыдан енді v2-ні табайық. v2-ні тапсаң, v2 тең болады v1 минус синус альфа 1. Орнына қояй, v1-ің 10-ға тең, синус альфа деп отырған синус 30 градус. Значит, неше болады? 0,5 болады, 20 болады ғой деймін, балдар? 20 метр секунд болады. Вот, міне жердегі оның толық жылдамдығы 20 метр секунд болады. Енді осы нүктеде кинетикалық энергиясын тап деп тұр ғой бізде. Оның кинетикалық энергиясы немеге тең болады? Кинетикалық энергия 2, ол тең болады бізде немеге? М v2-нің квадраты бөлінген 2 ғой. Орнына қоямыз, массасы 0,3 килограмм. v2-нің 20-ның квадраты бөліміз 2-ке. Неше шығады балалар? Так, 60 жол шығады ғой дейм бұрады. 60 жол шығады. Жол шығады екен, Күшілікті ғой да, балалар. Давайте келесі есепті шығарайық. Ол есеп түсінікті, бірақ бір өті ала салдың, формулаға қоя салдың деп айтуға келмейді, ойлану керек ба? Математикалық шу, геометрия білу керек. Үші алдыңғы өткен нәрселерді білу керек, да? Ондықтан бұл жерге көп білім жинағы керек. Әйтпесе шықпайды ол. Балалар айтады, ағай көбейтеміз болмаса бөлеміз деп ондай амалмен шықпайды, балалар. Олай істемеу керек. Давайте 5-ші есебін шығарып көрейік. 15-ші файлдың 5-ші есебі. 15-ші файлдың 5-ші есебі. Так, бітеді балалар. Белгілі бір биіктіктен дене горизонтал бағытта 15 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған. Қанша уақыттан кейін дененің кинетикалық энергиясы 2 есе өседі, ауаның кедергісі ескерілмейді дейді. Ол как раз жаңа ұқсаған есеп балалар, как раз жаңа ұқсаған. Бұл берілген жазбай-ақ, мен сразу суретін сызайым міне. Нақсаған жаңа белгілі бір биіктіктен лақтырылды. Былай қарай. Сосын кейін ол бір жерге келді айтау. Бот осы жерде оның жаңаға қайткен балалар. Кинетикалық энергиясы артқан. То есть мен жерде v0 15 метр секунд болған, v0 15 метр секунд. Мен жерде v0 ол сақталады, v0. Бұлай қарай жаңа y келеді, екеуін қосамыз бейтіп да. Нағысоған болады. Сонда бұл жерде ол давайте v1 де қойық, мұнамыз y1 да. Вот нағысоған. Енді кинетикалық энергия 1 дегеніміз немеге тең болады. Вот мұна нүктені 1 деп алсақ, мұна нүктені
Мына нүктені 2 деп аламыз. Ну, давайте мына нүктені 1 деп қояйық. Мына жерде 2 деп қояйық, да? Мынау сонда 2 болсын, ладно, өйткені 1 болсын, 2 болсын бүйтіп, иә? Вот осылай қарай қойып қояйық. Сонда Е кинетикалық энергия 1 бізде немеге тең болады? Е кинетикалық энергия 1 ол м(b)(0)ның квадраты бөлінген 2-ге тең болады. Так, келсеміз бе? Келсеміз. Енді 2 деген нүктедегісі дейді. Кинетикалық энергиясы 2 есе көп деген. Мынандай сұрағы бар, міне сұрағында бітеді. Қанша уақыттан кейін дененің кинетикалық энергиясы 2 есе өседі дейді. Қанша уақыттан кейін кинетикалық энергиясы 2 есе өседі. Е кинетикалық энергия 2 тең болады Е кинетикалық энергия 1-ге болады қанша уақыттан кейін деген. Вот осыны сұрап тұр. Біздегі şu алғашқы жылдамдығы 0,15 метр секунд. Оны жазып қойдым, да? Но енді істейміз зат. Жазамыз жаңағы да. 2 есе көп десе, оны бұлай жазу керек мен жерде міне. Мынаған қарасақ, 2 дегенде енді бүйтіп жазамыз ғой. м(b)(0)ның квадраты бөлінген 2 тең болады 2 м(b)(1)дің наоборот, мынаның алдын 2 қоямыз. Мынау көбейеді ғой. Иә, м(b)(2)ның квадраты бөлінген 2-ге. Вот, мынаны түрлендіріп жаздым мен. К2 дегеніміз м(b)(2)ның квадраты бөлінген 2, К1 деген м(b)(0)ның квадраты бөлінген 2. 2 селедім. Но 2 мен 2 кетеді бұлай қарайда, м мен м кетеді бұлай қарайда. Сонда b2 тең болады. b2 тең болады. Түбір астында 2 көбейтілген v0 екен ғой. Тауға болады, b2-ні тауға болады осылай. Енді арғарай не істейміз балар? b2-ның то есть, скорее всего, v0-дің b2-ге қатынасы іргелес жатқанның. v0-дің, мына бір үш бұрышты алып көрсек, іргелес жатқан катеттің, бір бұрышты альфа деп қояйық, да? Іргелес жатқан катеттің v0-дің гипотенузаға қатынасы b2-ге қатынасы косинус альфа. Косинус альфаға тең. v0-дің b2-ге қатынасы мынадан міне біреуден түрлендірсең, v0-дің b2-ге қатынасы ол бір бөлінген түбір астында 2 болып тұр ғой. Түбір астында 2. Сонда мынауымыз бір бөлінген түбір астында 2, немесе ол түбір астында 2 бөлінген 2 болады. Немесе бұл жерде альфа деген бұрыш 45 градус болып тұр. Альфа деген бұрыш 45 градус болатын болса, бізде v0 мен b(y)2 тең болады ғой. v0 мен b(y)2 тең болады, Немесе бұл жерден біз не деп жазуға болады? v(y)2 мен b(y)2 мен v0 екеуі тең, ол 15 метр секунд болады. 45 градус болса 2 катет тең ғой, мына 2 катет тең. 45 градус деген. Енді осыдан b(y)2-ні табамыз. b(y)2 ол тең болады b(y)1 қосылған g(t)1 деп қояйық. Т деп қояйық, Мұна бізде нөлге тең ғой. Нөлге тең осыдан t-ны табасың да. b(y)2-ні бөлесің g-ға. b(y)2 бізде нешеге тең? 15-ге тең. 15 бөлесің 10-ға тең болады 1,5 секунд. 1,5 секунд. Мына жерде b(y)1 бізде b(y)1 ол нөлге тең. Горизонталь нәрсені жылдамдықпен лақтырғанда, оның пока вертикал құраушысы нөлге тең ғой. Сосын ол постепенно ол үлкейе береді. Өйткені жер оны өзіне қарай тарта береді ғой. Вот осы қысаған, да?
Но келесі есебіміз балалар, иә. Келесі есебіміз, давайте, мынау 5-ші есеп шығардық па? 5-ті шығарсақ, ендігі есебіміз, давайте, болады бізде. Қазір табам балалар. 5-ті шығардық. Қайда кетті? Мында жүрген. Он бестің алтыншысы дегенді шығарамыз. Так, 15-тің алтыншысы. Уақыт бар ғой, бір есеп шығаруға бар болды. 15-тің алтыншысын шығарып көрейік, иә? 15-ші файл. 6-ші есебі. Бұл есептің берілген бұлай екен балалар. Биіктігі 10 метр, бетінің ұзындығы 500 метр. Қазір айтам бұл қайсысы екен? H тең 10 метр, бетінің ұзындығы 500 метр. 500 метр. Болатын таудан массасы 60 килограмм шана. Массасы 60 килограмм үстінде бала бар деген сөз ғой, екеуінің біріккендегі. Массасы 60 килограмм шана етекке сырғанап түседі. Таудың етегіне түскен кездегі оның жылдамдығы 8 метр секунд болады дейді. Жылдамдығы V2 деп қояйық. V2 8 метр секунд болады дейді. Кедергі күшінің орташа мәнін тап, шананың алғашқы жылдамдығы 0-ге тең. V0 0-ге тең. Табу керек F үйкеліс күші немесе кедергі күшінің мәнін табу керек. Вот осылай қарай. Но енді суретінде көрсетем да. Суретінде бұлай міне көлбеу, мынау тауда. Таудың етегі, мынау таудың үсті бұлай қарай. Тау. Бұл таудың биіктігі мынау міне. H деп тұрғаны мынау балалар. Жаңағы беттің ұзындығы деп отырған мынау, енді шананың сырғанаған беті мынау. Мынау жаңағы S 500 метр, S деп отырған мынау. Шана бастауында қайткен, бастауында оның жылдамдығы 0 болған жаңағы. V0 міне жерде 0 болған. Сосын ген ол таудың етегіне сырғанап түсті ғой мына жерге. Осы кездегі оның енді ары қарай жүретін жылдамдығы V2 жаңағы 8 метр секунд болған. Сонда екеуінің ортасындағы жаңағы кедергі күшінің шамасын тап дейді. Мынау жаңағы тұйық жүйе деп айтуға келмейді. Өйткені кедергіні тап деп тұр ғой. Кедергі десе бізде үшінші бір жағы нәрсе ілініп тұр, иә? Үшінші бір жағдай ілініп тұр. Немене болып тұр? Ол кедергі күшінің жұмысы болып тұр ғой, көріп тұрсың ба балалар? Сондықтан міне жердегі жағдайың мысалы бірінші жағдай, мынау міне бірінші жағдай, мынау бірінші жағдай деп қояйық, мынау екінші жағдай десек, былай қарай. Екеуінің жаңағы жеріндегі толық энергиядар тең болмайды оның, иә? Бүйтіп жазып қоямын. Е толық энергия 2 мен Е толық энергия 1 екеуі тең болмайды. Қайсысы көп болады? Көп болады, Е толық 2 көп болады. Өйткені ол мына жерде пока кедергі күші пайда болған жоқ қой, сонда Е толық 2 азайтасың, одан үйкеліс күшінің жұмысын азайтсаң, ол сонда Е толық 1-ге тең болады. Вот жаңағы энергияның біраз бөлігі басқа бір жаққа кетіп жатыр. Я қайда кетіп жатыр ол? Үйкеліс күшін жеңуге кетіп жатыр. Так, Е толық 2 деген ол немеге тең деген. Міне жерде ол жерде тек қана потенциалдық энергия бар ғой, 2 деген нүктеде. Значит, ол mgh-қа тең болады, да? mgh-қа тең болады. Минус үйкеліс күш дегеніміз ол үйкеліс күші көбейтесің, S-ке көбейтесің ғой. То есть үйкеліс күшін немесе кедергіге кеткен жұмысты. Сонда ол Е толық 1-ге тең болады. Бұл жерде ол тек қана жаңағы V2 деген жылдамдыққа ие болып тұр ғой. Значит, кинетикалық энергия ғана бардыз. mv2-нің квадраты бөлінген 2. Вот осы саған теңдеу шығады екен.
Bizim mine жерде міне коэффициенттерimiz сәйкес келмей кетті ya балдар. Bu 2 деп қойды да, ол нүктені 1 деп қойды ғана да. Вообще кете өзгертейікші оны болады. Мынау 1 болсын. Мына нүкте 2 болсын, иә. Сонда міне жерде мына екеуі тең болмайды. Бірден мынау 2 бұлай болсын, иә. Солай бола ма? Кәне көрейік. Қайсысын 1 дедім мен? Мынаны 1 деп алдым, мына нүктені 1, мынаны 2 деп алдым, иә. Бірдікі көп, значит, бірдікінен азайтасың, жаңағы энергиясынан үйкөлшін жұмысы, сонда ол 2 шығады, да? Но теперь уже нормально, да? Теперь уже нормально. Енді не істейміз, балдар? Енді жаңағы есептейміз, енді осыдан. Иә. Есептейік, бізге эпикөз күшін таптыз. Вот тура көмір өрнек шығарайыншы. Вот эпикөз күші тең. Эпикөз күші тең. Бөлшек сызығын сықпаймыз. Үстінде неміне бар? MGH, M'ді жақшының сыртына шығарып қойған. MGH минус B2-ның квадраты бөлінген 2. Астында S-ке бөлеміз. M дегеніміз нешеге тең? M бізде тең 60. G дегеніміз 10. H дегеніміз 10. B дегеніміз 8-8-8-ің 64. 64-ті 2-ке бөлсең 32 болады. 32. 32 астында S 500, да? 500 болады. Сонда анау 100-100-ден 32-ні алсаң 68. 68, 60. Неше болады сонда? Бізде шығады, короче. 8,100-ден 16 ньютон шығады екен ғой. 8,100-ден 16 ньютон шығады екен. Иә. Вот осындай болды. Ол кітей жаңағыдан өзгешелеу болып кетті. Иә, балалар, көрдің бе? Өйткені орта жолда үйкөліс кедергіге біраз энергия кетті. Энергия бұл жерде сақталмады. Бұл жердегі толық энергия мен бұл жердегі толық энергия екеуі тең емес, азайып қалды. Қайда кетті деп сұрады ғой. Айтасың сен, біз жолда бізге кедергі болды, сол кедергіге жаңағы күшін жеңуге біраз жұмыс жасадық деп. Вот сол жұмысқа кетті. Айырмашылығы содан шығып тұр. Иә, балдар. Енді үйге балалар болды. Үйге де ақпай ақмай жерге. Үйге жаңағы ойлағанынан көріп бір есеп шықпай қалды. Уақыт жетпей бізге. Да уақыт жетпейді. Үйге 15-ші файл. 15-ші файлдың 7-ші есебі деген бізде шықпай қалды. 7, сосын кейін 3, 4, 8. Да 3 кіте оңай болу мүмкін, иә. Значит, 4, 7, 8-ші есепті шығарып келесіңдер. 4, 7, 8-ші есептер. Вот үйге осы есептерді орындау керек. Вот осындай екен, балалар. Ойлаған біраз түрлерін шығардық есептердің. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.